Қайырлы күн, сөйлеу шеберлігі курсына қызығушылық танытқаныңыз үшін рахмет. Бұл жалпы не курс, қалай өтеді, не қамтиды, қандай тапсырмалар болады, мен жалпы осы сұрақтарға қазір жауап беремін. Ең алдымен сөйлеу шеберлігі бұл 14 күндік онлайн курс. Сіздер күнде таңертең белгілі бір ақпаратпен тапсырманы алып отыратын боласыздар. Сіздерде міндетті түрде чат болады, бүкіл сұрақтарыңызды сол чатқа қоя аласыздар, үй жұмыстарыңызды өздеріңіздің кураторларыңызға жіберетін боласыздар. Курсты және сабақтарды, ақпараттарды өз ісінің мамандары, ораторлық шеберлікті меңгерген оқытушылар сіздерге беретін болады. Және әрбір күн белгілі бір тақырыпқа берілген болады. Сіздерге өте бір керемет жаңалық, сонымен қатар сөйлеу шеберлігін аяқтаған қатысушылардың арасынан, яғни тиянақты үй жұмысын жасаған қатысушыларға біздің сыйлықтарымыз болады. Ол жайлы толық ақпарат кіріспеде мынау текст ішінде бар. Сөйлеу шеберлігі бұл тек қана сіздің белгілі бір адамдардың алдында тұрып сөйлеу деген қорқынышты жеңіп қана қоймай, сонымен қатар ақпаратыңызды дұрыс жеткізу, жестикуляцияны қолдану, мимиканы дұрыс қолдану, ақпаратыңызды жүйелі түрде дұрыс жеткізе білу, сонымен қатар ойыңыздағы әртүрлі болып жатқан неше түрлі ақпаратты дұрыс түсінікті болатындай етіп жеткізу туралы барлық осы ақпараттарды қамтитын болады. Сонымен қатар сіздерге жалпы курстың барысы қалай өтетіні және де ең алғашқы бірінші сабақтың бөлімін сіздер келесі астындағы төмендегі видеодан көре аласыз. Бұл курс осы ғасырдағы біздің бәсекеге икемді болу үшін және де әрқашанда сіз студент болыңыз, оқушы болыңыз, мұғалім болыңыз, қай мамандық иесі болмасын, дұрыс сөйлей білу бұл өте маңызды. Себебі түсініспеушіліктердің немесе біз жұмысымыздың ары қарай өсуіне бұл кәдімгі қарапайым ойымыздың жеткізе алмауынан болып жатқан салдарлар. Сондықтан бұл курс мен өте пайдалы екеніне сенімдімін және өте қажетті курстар болғандықтан біз қазір максималды түрде барлық пайдалы ақпараттарды осы курсқа енгізіп, әлбетте еңбек жасаудамыз. Сондықтан сіздерді осы курста күтетін боламыз.